Азаматтық іс жүргізудің бір түрі бұйрық арқылы іс жүргізу болып табылады. Сот бұйрығын шығару туралы талап қою электронды нысанда қаралады. Соттың бұйрығы негізінде берешекті өндіріп алу дегеніміз, жауапкер мен талап қоюшыны олардың түсіндірмелерін тыңдау үшін шақырмай-ақ және сот талқылауынсыз, даусыз талаптар бойынша борышкерден ақшаны өндіріп алу немесе жылжымалы мүлікті талап ету туралы өндіріп алушының арызы бойынша, сондай-ақ заңда белгіленген немесе шартта көзделген жағдайларда дауды сотқа дейін реттеу тәртібімен жасалған келісімдерді орындау туралы өндіріп алушының арызы бойынша шығарылған сот бұйрығы сот актісі болып табылады. Сот бұйрығы мазмұны бойынша сот шешіміне қарағанда айтарлықтай қысқа, онда сипаттау және дәлелдеу бөлігі жазылмайды. Даусыз талап түскеннен бастап 3 жұмыс күні ішінде судья сот бұйрығын шығарады. Сот бұйрығы ол шығарылғаннан кейін келесі күннен кешіктірілмей, оның алынғанын тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құралдары пайдаланыла отырып, жауапкерге тапсырылуға немесе жіберілуге тиіс. Сот бұйрығының атқарылушылық құжат күші бар. Оның негізінде өндіріп алу сот бұйрығын шығарғаннан кейін және сот шешімдерін орындау үшін белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Жауапкер мәлімделген талапқа қарсылығын сот бұйрығын шығарған сотқа сот бұйрығының көшірмелерін алған күннен бастап немесе оның шығарылғаны туралы оған белгілі болған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде жіберуге құқылы. Жауапкердің қарсылығы сот бұйрығын беру туралы арызда көрсетілген дау нысанының бар екен туралы тиісті дәлелдемелерден расталуға тиіс. Егер белгіленген мерзімде сотқа жауапкерден қарсылық келіп түспесе, заңды күшіне енген сот бұйрығы талап қоюшыға орындауға ұсыну үшін беріледі немесе оның арызы бойынша сот аумаққа жатқызылуына қарай тиісті әділет органына не жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасына орындауға жібереді.